Сәлеметсіздер ма? Мен Шарал Қазақ гимназиясының математика пәнінің мұғалімі Айбаева Зәбира Ашубаевнамын. Қашықтан оқыту кезінде оқытудың әдіс-тәсілдерін дұрыс қолдану білім сапасын арттыруға тікелей әсер етеді. Өзімнің пайдаланып жүрген әдістермен бөлісе отырайын. Алдын ала берілген атаулар. Сабақ басында жаңа тақырып бойынша бірнеше терминдерді оқушыларға беремін. Олардың мағынасы, мазмұны және өзара қатынасымен байланысы туралы оқушылар өз ойларын ортаға салады. Бұл тапсырманы күрделендіруге де болады. Ол үшін алдын ала берілген атаулардың ішіне сабақ тақырыбына қатысы жоқ басқа сөзді қосамын. Мысалы, Пифагор, катет, гипотенуза, парта сөздерін келтірейік. Бұл жерде соңғы сөз оқшаулау және сабақ тақырыбына тікелей қатысы жоқ. Сонда да оқушылар олардың өзара қатысымен байланысы туралы өз ойларын келтіреді. Сабағымызды бекіту мақсатында бұрыштар тәсілін пайдаланамын. Оқушыларға сұрақ ұсынамын және мүмкін 4 жауабын беремін. Оқушылар өзіне дұрыс деген жауапты таңдайды, таңдаған жауаптарын тұжырымдайды және өздерінің көзқарастарын дәлелдейді. Сабағымызды бекіту кезінде Попс формуласын пайдаланамын. Ол 4 сөйлемнен тұрады. Бірінші сөйлем менің ойымша, екінші сөйлем себебі мен оны былай түсіндіремін. Үшінші сөйлем оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Соңғы сөйлем осыған байланысты мен мынандай қорытынды шешімге келдім. Әрбір сабақ барысында оқушылармен кері байланыс жасап отыруымыз керек. Сол мақсатта сабақ мазмұны бойынша ойыңды білдірді қолданамын. Қандай жаңа білім алдың, алған біліміңді қолдана аласың ба, саған қиындық тудырған түсініктер сұрақтарына жазбаша немесе ауызша жауап береді. Әрбір сабақтың басында немесе аяғында викториналық әзіл сұрақтар қойып, логикалық жаттығулар беріп, балалардың логикалық ойлау қабілетін дамытуға тырысамын. Логикалық ойлау қабілеті дамыған оқушылардың математика пәніне деген қызығушылығы да артады. Назарларыңызға рахмет.